Сәлеметсіңдер ме? Сендермен қызықты математика каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіңдер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен 3-ші тоқсанға арналған А деңгейінің бақылау жұмыстарын шығаратын боламыз. Бұл менде бірінші нұсқа. Жалпы каналымда 6 нұсқасы болады. А деңгейінің, Б деңгейінің және С деңгейінің. Әр нұсқада, әр деңгейде 2 есептен болады. Бірінші есептен бастап шығарамыз. Көбейткіштерге жіктеңіз. Бір асыншысы 5n азайтылған 6-ның квадраты азайтылған n квадрат. Бірінші осы өрнекті біз көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Ең алдымен қысқаша көбейту формуласының екі айнымалының квадраттарының айырмасының формуласын есімізге түсіреміз. А азайтылған Б, көбейтілген А қосылған Б, ол бізде А-ның квадраты азайтылған Б-ның квадратының формуласы еді. Яғни осы 5n азайтылған 6-ны біз А деп алсақ, n-ді біз Б деп алатын болсақ, яғни осыны біз А деп алатын болсақ, мынаны біз Б деп алатын болсақ, онда ол бізде А квадрат азайтылған Б квадрат формуласына келіп тұр. Яғни осылай біз ықшамдап көбейткіштерге жіктесек болады. Сонда бірінші жақшада n азайтылған 6 азайтылған n болады. Көбейтілген екінші жақша 5n азайтылған 6 қосылған n болады. Көрдіңіздер ме? Осылай жіктейміз. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 5n-нан n-ді азайтсақ, ол бізде 4n болады. Минус 6-ның өзін жазамыз. Бірінші жақша, көбейтілген екінші жақша 5n қосылған n, ол бізде 6n болады. Азайтылған 6. Яғни А жауабына осылай жауап береміз. Екіншісі, Б-сыншысы. Осы 5n азайтылған 6-ның квадраты, азайтылған n-ның квадраты өрнегі 12-ге еселген дәлелдеңіз дейді. Яғни осы өрнекті біз ашамыз, сосын қараймыз. Осы өрнектің әр мүшесі 12-ге бөліну керек. 5n азайтылған 6-ның квадраты, азайтылған n-ның квадраты. Енді оқушылар қараңыздар. Тене 12-ге бөліну керек. Ең алдымен оны 12-ге еселік болу үшін, дәлелдеу үшін біз осы өрнекті А азайтылған Б-ның квадраты формуласын еске түсіріп, яғни А минус Б-ның квадраты, ол бізде қалай ашылатын еді? А-ның квадраты азайтылған 2АБ плюс Б-ның квадраты. Осылай ашып аламыз, яғни 5n-ның квадраты ол бізде 25 n квадрат болады. Азайтылған 2 көбейтілген 5n ол 10n, 10n көбейтілген минус 6 ол минус 60. Минус 60n, минус 6-ның квадраты ол бізде плюс 36. Азайтылған n квадрат. Тен. Енді 25n квадрат пен n квадрат екеуінің жаңағы айнымалылары бірдей, екеуін бір-біріне айырсақ болады. 25n квадраттан n квадратты азайтсақ, 24n квадрат болады. Азайтылған 60n плюс 36. Енді оқушылар қарап тұрсақ, бізде осы өрнектегі әр мүше 12-ге бөліне ме? Бөлінеді. Яғни 24 12-ге бөле аламыз, 60-ты 12-ге бөле аламыз, 36-ны да 12-ге бөлеміз. Яғни жақшаның сыртына 12-ні шығарып жіберсек болады. Сонда 24n квадрат бөлінген 12 ол бізде 2n квадрат қалады. Минус 60n бөлінген 12 ол бізде минус 5n қалады. Плюс 36 бөлінген 12 ол бізде 3 қалады. Яғни 12-ге бөлінеді екен. Келесі екінші есеп. Асыншысы x куб қосылған 6x квадрат қосылған 12x қосылған 8 өрнегін ықшамдаңыз. x куб 6x-тің квадраты қосылған 12x қосылған 8 өрнегін ықшамдау керек. Ең алдымен бізде қарап тұрсақ, екі шеткі мүшесіне қарайтын болсақ, біреусінде бізде x куб болады, біреусінде бізде 8. Ал 8 бізде 2-нің 3 дәрежесі, яғни екі шеткі мүшесі бізде 3-ші дәрежелі болатын болса, онда ол бізде формуласы, яғни А қосылған Б-ның кубының формуласын есімізге түсіреміз. А-ның 3 дәрежесі қосылған 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты көбейтілген екінші мүше қосылған 3 еселенген бірінші мүше көбейтілген екінші мүшенің квадраты қосылған үшінші мүшенің кубы.
егер осылай қарастыратын болсақ, бізде осы формуламыз екі айнымалының қосындысының кубына келіп тұр формуласына. Сонда бізде бірінші мүшенің кубы өзі қалады, қосылған үш еселенген, яғни 3 көбейтілген бірінші мүшенің квадраты, яғни x-тің квадраты, көбейтілген екінші мүше бізде 2 болып тұр. 2 қосылған 3 еселенген бірінші мүшенің өзі, көбейтілген екінші мүшенің квадраты, қосылған екінші мүшенің кубы. Тең. Енді жаңа қарайтын болсақ, шынымен шығып тұр. 3-ке 2-ні көбейтсек 6x квадрат қалады. 2-нің квадраты 4, оған 3-ті көбейтсек 12x шығады. 2-нің кубы ол 3. Яғни осы бізде x қосылған 2-нің кубының формуласы екен. Келесі бысында осы теңдеуді шеш дейді. Бысыншысы. X қосылған 3 қосылған 6x-тің квадраты қосылған 12x қосылған 8-те 0 теңдеуін шешіңдер дейді. Теңдеуін шешкенде біз осы өрнекке ықшамдап алдық. Яғни x қосылған 2-нің 3 дәрежесі тең 0 дейміз. Енді біз яғни бұл x қосылған 2 3 рет жазылғандықтан x қосылған 2-нің біреуін ғана жазсақ болады тең 0 деп. Сонда бұл жақта x-іміз тең болады, плюс 2 теңдіктің екінші жағына барады, минус 2. Яғни теңдеуін шешкенде x тең минус 2-ге шығады екен. Үшінші есеп тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. 37 көбейтілген 12,2 қосылған 22,4 квадраты азайтылған 14,6 квадраты тең. Ең алдымен оқушылар есімізге түсіреміз. Бізде мынау екінші мүше мен үшінші мүшеміз а квадрат азайтылған b-ның квадратын формуласы. Яғни жаңа жазғандай а квадрат азайтылған b-ның квадратын формуласы а минус b-ның квадрат а минус b көбейтілген а плюс b екен. Осы өрнекке шығарып көрейік. Сонда тең 37 көбейтілген 12,2 қосылған, жақшаны ашамыз, 22,4 азайтылған 14,6 көбейтілген 22,4 қосылған 14,6 тең. Сонда 37 көбейтілген 12,2-ні жазып аламыз. Қосылған 22,4-тен 14,6-ны азайтсақ, ол бізде 7,8 болады. Көбейтілген 22,4-ке 14,6-ны қоссақ, 37 болады. 37. Енді оқушылар қарап тұрғанымызда бізде екі жақтада 37 бар. Яғни ол бізде 37 ортақ көбейткіш, оны жақшаның сыртына шығарып алсақ болады. Сонда жақшаның ішіне не қалады? 12,2 қосылған 7,8. 2,2-ні 7,8-ге қоссақ, ол бізде 20 болады. Яғни 37 көбейтілген 20 бізде 740. Яғни жауабы 740 болады. Төртінші есеп. Егер шаршының қабырғасын 7 сантиметрге арттырса, онда шаршының ауданы 301 сантиметр квадратқа артады. Шаршының периметрін есептеңіз. Бізде не дейді? Шаршы берілген дейді. Шаршы дегеніміз төрт қабырғасы бір-біріне тең осындай фигура, яғни мына қабырғасы А болса, мына қабырғасы да, мына қабырғасы да, мына қабырғасы да, төрт қабырғасы да Аға тең. Оқушылар қараймыз, сонда бізде бір қабырғасын А деп алатын болсақ, яғни бірінші қабырғасын ол 7 сантиметрге арттырмай тұрған қабырғасы бізде X болады, яғни А1 болады. Ал 7 сантиметрге артқан қабырғасы А2 бізде X қосылған 7 болады. Сонда ауданы арттырмай тұрған кездегі ауданы X-тің квадраты болады, ал арттырғандағы ауданы, яғни S2 осы X-тің квадратын қосамыз нешеге? 301 сантиметрге, яғни 301 сантиметр квадратқа бізде ауданы артты деп тұр. Енді осы фигураның біз периметрін табуымыз керек, және де міндетті түрде қабырғасын табуымыз керек. X нешеге тең? 7 сантиметрге артқаннан кейін. Енді теңдеу құрамыз. Ең алдымен бізде
Ең алдымен біз білеміз, шаршының ауданы ол бізде шаршының ауданы бізде екі қабырғасын бір-біріне көбейткенге тең, яғни x-тің квадраты. X-тің квадраты. Ал арттырған кездегі бізде x квадрат қосылған 301. Ал бізде шаршының ауданы, қабырғасы x қосылған 7-ге тең, яғни x қосылған 7-нің квадраты тең болады x-тің квадраты қосылған 301-ге. Енді осы өрнекті ашамыз. Сонда x-тің квадраты қосылған 2-ге x, 2x, 14x қосылған 49 тең x-тің квадраты қосылған 301. Екі жақта да x квадрат пен x квадрат қысқарып кетеді. Сонда 14x-іміз тең болады 301 азайтылған 49. 14x-іміз тең 252-ге тең екен. X-іміз тең 18. Так, x-іміз бізде 18-ге тең болды. Ал бұл бізде 7 сантиметрге артпай тұрғандағы қабырғамыз. Ал A2 сонда 18 қосылған 7 болса, ол бізде 25-ке тең. Сонда бізде 7 сантиметрге артқан шаршының қабырғасы 25 сантиметр болып тұр. Ал енді периметрін табамыз. Периметрі дегеніміз бір қабырғасын 4-ке көбейткенге тең, немесе 4 қабырғасын бір-біріне қосқанға тең. Сонда 25 көбейтілген 4, ол бізде 100 сантиметр. Сонда жауабы қабырғасы 25-ке тең, ал периметрі 100 сантиметрге тең. Оқушылар, дәл осылай бірінші нұсқан есептерін шығарамыз. Менің каналымда 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші нұсқасы болады каналымда. Міндетті түрде тіркеліп, геометриядан БЖБ-нің тақырыптар шығатын болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.